Менің осылай денсаулығым нашарлай бастаған кезде, диагноздарымызды білген кезде, мен сол тоқтатпадым. Той топырларды, қайын жұртымның тойы деймін, қайын сіңілімнің тойы деймін, әйтеуір бауырымның баласы деймін, тағы бірдеңе, солардың көңіліне қарай үйіне шақырып жатса барайын. Соңғы тиынымды, тебенімді жинап, сол барам. Тіпті кей кезде қарызға да алатын кезім болады. Тіпті өзімді кәдімгідей таста жіберген күндерім болды. Соңғы жұмыстанып, соңғы ақшамды алып баратын күндерім болды. Менің квартплатым келіп тұрады, кредитім келіп тұрады, мен оны төлемеймін. Солардың қуанышы үшін, солардың алдағы өмірі үшін жақсылығы болсын, қарым-қатынасымыз дұрыс болсын деп ойлайтынмын. Мен қатты ауыра бастаған кезде менің босағама ешкім келген жоқ, мені іздеген жоқ. Мені тіпті ол шын деп айту керек, балаларыма дейін, келіндеріме дейін қарасқан жоқ. Кейін мен енді Аллаға жалынып жалбарынып, оразамды мен жұттар 30 күн-ақ тұтатын болса, мен 1 жылдап тұтатын ораза болды менде. Жылдап тұтып, Алладан дұға қыла бастаған кезде, менде сол бір ішкі халіме жұмыстану кезінде қатты өзгерістер басталды. Ең бірінші менің бұған дейінгі видеоларымды қарайтын болсаңыздар, Инстаграмда болды, өзіме көңілім толмайтын, мен ірі болатынмын, қатты бір ісік болатынмын да, сондай болатынмын. Қазір мен нақты жүдедім, весім түсіп кетті, таза ауада көп жүретін болдым. Бұрын мен таза ауада жүріп келейін, я болмаса мороженое жейін, я болмаса бір жерге барып кофе ішіп келейін деп айта да алмайтын едім. Өйткені мен балаларымнан ақша жыра алмайтын едім да. Соларға болсыншы, солар сабақтарына жұмсасын, дәптер алсын, ерекше қызымды емдетуге салып қояйыншы деп бірнеше копилка ашамыз. Біреуін емге, біреуін балалардың қыдыруына, лагерге, біреуіне жаңағы тамағымыз бар, күнбе-күн солай жүретінмін. Бірақ мен өзіме артық ештеңе алмайтынмын. Ал ауырғаннан бастап менің денсаулығым нашарлап, сол отадан кейінгі диагнозымды анандай ауыр қылып қойғанда, менің бауырым, өкпем, тоқ ішегім, аш ішегім бәрі кетіп қалған болды ғой, бір мезетте де. Сондай кезде мен ойлана бастадым. Неге бұлай деген ой кетті? Яғни Алла тағала менің денсаулығымды аманат қылып берсе, мен оны қиянат жасап жатқан болсам, Алла тағала кешір деп, сол бір өзіммен осы бір тәсілдерді жасай бастаған кезде мен қатты өзгердім. Денсаулығым жақсара бастады. Одан кейін, сынақтан кейін сый деген авторлық жобамды толық жасап шықтым. Өмірімдегі түстер, көрген аяндар және сынақтар бәрі соның ішіне кірді.